Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ұсынатын рецептім қыс мезгіліне арнап сақталатын салаттың түрі лечо деп аталады. Дәмі өте керемет, әрі ұзақ мерзімге де сақтай аласыздар. Құрамына ешқандай да сірке суын қоспай ұзақ сақтау рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Дәмі деген енді сөз жоқ. Қыс мезгілінде тәбетті ашатын нағыз керемет салат. Жасап көруге кеңес беремін. Алдымен қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Дәл осындай етіп дайындап алдым. Болгар бұрыштарын өте ұсақ та емес, ірі де емес, осындай орташа көлемде турап аласыздар. Сарымсақты ет тартқыштан бірге өткізіп алдым. Пиязымызды осылай турап алдым. Тамаққа қалай тураймыз, дәл солай турадым. Қалған бөліктердің барлығын осындай етіп дайындап аласыздар. Сәбізді маркапчаға арналған теркадан өткізіп дайындап алдым. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздыратын боламыз. Қызған сәтте бетіне пиязымызды салып қуыратын боламыз. Өте қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ. Араластырып қуырып алсаңыздар болады. Осының үстіне сәбізімізді саламыз. Араластырып 3-4 минут бұны да қуырып аламыз. Жақсылап араластырып болсақ, енді бетіне болгар бұрышын салатын боламыз. Қажетті құрам бөліктерінің барлығын төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Егер қоятын сұрағыңыз болса, пікір бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Жақсылап араластырып аламыз. Қақпағын жауып қуырылғанын күтеміз. Көп күтпейсіздер, 4-5 минут болса жеткілікті. Араластыра отырып, осындай етіп қуырып алсаңыздар болады. Енді осының үстіне қызанағымызды құйып, жақсылап араластырып, қайнауын күтетін боламыз. Оттың асты жоғары болып шығып тұр. Қайнап бастаған сәттен бастап баяу отта баппен қайнататын боламыз. Мінеке қайнап бастады. Енді осы арада мен 2 ас қасық тұз салдым. Араластырып жаймен қайнататын боламыз. Өте қатты қайнатуға да болмайды. Езіліп кетеді. Баппен қайнаса дәмді әрі езілмей жаңағы керемет болып шығады салатыңыз. Мінекей. Жиырма минут өтті. Мінекей 20 минуттан кейін мен секерімді қосып жатырмын. Қайнаған сәттен бастап 20 минуттан кейін секерімізді салдым. Осы кезде тұзын да көріп алыңыздар. Егер тұзы аздау болса, осы кезде қосып жіберсеңіздер болады. Отыз минут өтті дегенде сарымсағымызды және лавр жапырақтары мен қара бұрыш горошоктарын салдым. Лавр жапырағы көп сияқты көрінді де үшеуін алып тастадым. Араластырып қайнатамыз баяу отта. 15 минут бойы қайнататын боламыз. Оған дейін сарымсақ барлығы пісетін болады. Мінеке осындай болып қайнап жатыр. Біздің лечомыз дайын. 5 минут қалды. Ендеше біз банкымызды парлай берсек те болады. Осы сәтте парланған банкаларымызға құйып жауып алатын боламыз. Мен үнемі осындай әдіс бойынша, яғни буға парлайтын боламын.
және құятын кезде газымыздың астын сөндірмей бірден ыдыс банкаларымызға құйып аламын. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Қыс мезгілінде өте керемет тәбетті ашатын салат. Нанмен жесеңіздер де немесе кез келген тағам түріне де қасына қосып ұсына аласыздар. Тәбетті ашатын салат сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі сөзсіз ұнайды деген сенімдемін. Барлығын құйып алсақ, енді закрывалканың көмегімен осындай етіп жауып алатын боламыз. Міндетті түрде тексеріп алыңыздар банканың дұрыс жабылғандығын. Қалған банкілерімізді де дәл осылай жауып аламыз. Менде 2 литрлық банкыдан 4 банка шықты, яғни барлығын есептегенде 8 литр лечо дайын болды менде. Мұқият тексеріп алғаннан кейін банкаларымызды плитке орап 24 сағатқа қалдыратын боламыз. Мінекей біздің лечомыз дайын болды. Осындай дәмді лечоны қысқа арнап қорықпай сақтай берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.